Сәлеметсіз бе? Назарыңызға Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің есебі бойынша тұлғаның қылмыс жасағаны жөнінде мәліметтердің бар немесе жоқ болуы туралы ақпарат беру қызметі бойынша бейненұсқаулықты ұсынамыз. Назарыңызға ұсынылған бейнематериалдың көмегімен сіз Қазақстан Республикасының электронды үкімет порталы арқылы сотталғандық немесе сотталмағандық туралы анықтама алуды үйренесіз. Сонымен қызмет алу парақшасына өтіңіз. Бірінші кезекте сізге жүйеге кіру қажет. Тіркелу кезінде көрсеткен GSN мен құпия сөзіңізді енгізіп, жүйеге кіру белгісін басыңыз. Қызмет парақшасына ауысқаннан кейін сарғылт түсті онлайн қызметке тапсырыс белгісін басыңыз. Сіз жеке сәйкестендіру нөміріңіз көрсетілген парақшаға ауыстырыласыз. Сіздің GSN дұрыс жазылғанына көз жеткізіп, сұранымды жіберу белгісін басыңыз. Келесі қадамды орындау үшін сізге Қазақстан Республикасының ұлттық куәландыру орталығының электронды сандық қолтаңбаңыз қажет болады. Сертификатты таңдау белгісін басып, АСқа орналасқан папканың мекен-жайын көрсетіңіз. Электронды қолтаңбаңызға қатысты сертификат мәліметтері ашылады. Қол қою белгісін басқаннан кейін сіздің сұранымыңыздың нәтижесі көрсетілген парақша ашылады. Сотталмаған жағдайда бірнеше минуттан кейін жеке кабинетіңізден қызмет алу тарихы бөлімінен анықтаманы ала аласыз. Сотталған немесе қосымша тексеруден өту қажеттілігі туындаған жағдайда сізге 3 жұмыс күні күтуге тура келеді. Назарыңызға рахмет. Электронды үкімет порталының қызметтерін пайдаланасыз деген үміттеміз. Портал жұмысына қатысты кез келген сұрақтар бойынша бізбен әлеуметтік желілер арқылы байланысқа шыға аласыз. Немесе бірыңғай байланыс орталығына 1414 және 8800 080 77 77 нөмірлеріне қоңырау шалуыңызға болады. Қоңырау шалу Қазақстан бойынша тегін.